Ал енді балалар, біз жаңа сабағымызды ең алдымен сұрақтан бастағым келіп тұр. Құрама есептер дегеніміз не? Кім айтады? Алдар айтады. Құрама есептер дегеніміз 2 немесе 3 амалдармен шығатын есептер. Яғни 2, 3 немесе одан да көп амалдар болуы мүмкін, есептерді айтамыз. Отыра ғой. Жақсы. Ал енді балалар, 30-шы беттегі бірінші есепке назар аударайық. Бұл есепте өрнектердің мәнін тап дейді. Мынаған қараңдар. Мына сандарды өсу ретімен айтатын болсақ, онда Алматы қаласындағы тау шаңғы курортының атауы шығады. Ал балалар, қане оқиықшы мына сандарды. Тамаша, әрқайсысының астында әріптер бар. Ал енді қойып көріңдерші, қандай сөз шығады? Бірдің астында ш. Сегіздің астында сосын ма. Қандай жол шықты? Шым. Келесі. Қандай жол шықты? Так. Сосын қайсы? Қандай сөз шықты? Шымбұлақ. Өте жақсы. Ал тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Шымбұлақ. Ал балалар, бұл Шымбұлақ деген тау шаңғы курорты, міне суреті осындай. Бері қараңдар. Бұл қайда орналасқан? Алматыда, таудың ортасында орналасқан. Ал енді қараңдар балалар. Алматы тау шаңғы курортында мынадай тамаша орындар бар екен. Онда не бар дейміз? Мұз айдыны. Ең үлкен мұз айдыны бар. Сонымен қатар шаңғы тебу, жаңағы арбалы, аспалы мынадай құрылғылар бар екен. Сонымен қатар онда демалуға барған адамдардың тұрақтайтын орны, әдемі шағын үйлер бар екен. Көріне ме? Сонымен қатар Алматы қаласының әсем, көрікті жерлері бұнымен шектеліп қоймайды. Шымбұлақ Алматы қаласындағы бір ғана әдемі орындардың бірі. Ал одан басқа Қазақстан қонақ үйі, міне көріп тұрсыңдар, Алматыдағы тәуелсіздік алаңы, Алматы қаласының орталығы, бұдан басқа тағы да көптеген керемет әдемі орындар бар. Алматы қаласында біз қазақ тілі, әдебиеттік оқу пәндерінен өзіміз өлеңдерін, әңгімелерін оқып жүрген ақын жазушыларымыз да тұрған. Қазір де қаншама танымал ақын жазушылар бар. Сонымен қатар балалар, Алматының өзіне тоқтала кетсек, Алматы қаласының құрылғанына 166 жыл. Және Алматы қаласында 2 миллионнан астам халық тұрады екен. Сондықтан Алматы қаласы. Біз кіші қала дейміз бе, үлкен қала дейміз? Үлкен екен. Ал балалар, тағы да бір сұрақ қояйын. Қазақстанның астанасы қандай қала? Нұр-Сұлтан қаласы. Ал Нұр-Сұлтан қаласы Астана болғанға дейін Алматы қаласы Қазақстанның астанасы болған. Қазір біз оны оңтүстік Астана деп атаймыз. Енді балалар, қазір мен сендерге мынадай билеттер беремін. Ал осы билеттегі есептерді орындаған балалар қазір мына сандармен салыстырамыз. Егер де дәл мына сандарға дәл келсе есептің теңдеулері, онда сол балалар Алматыға саяхат жасайды. Жақсы ма? Келесі сабағымызда біз Алматыға саяхат аталатын әдемі экскурсия сабақ өткіземіз. Келісеңіз бе? Жақсы. Олай болсын, қанекей. Мен
есептерді қане берейін сендерге. Жақсы. Жақсы. Ал қане екі бала тақтаға шығып есепті шығара қойсын. Байсаңғыр мен Аялу шығара қой. Сосын келесі екі бала кейін шығасыңдар, бұл балалар айтқаннан кейін. Ал қалғандарың дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Сәуірдің 19-ы құрама есептер. Енді тақтадағы есептерді балалар шығара берсін, сендер өз беттеріңмен черновиктарыңа шығара беріңдер. Сосын тексеріп, дәптерге әдемілеп көшіріп жазамыз. Әдемі жазамыз балалар. Толық өздерін асырмаймыз, шығармаймыз, дәптеріміз көлбей тұрады. Ойланып шығарамыз. Кім жылдам шығарады екен? Кім бізде сирек ауылды бала екен? Қазір көреміз. Үшті нешеге көбейткенде 24 болады. Ойлаңызшы. Онда жазамыз. Балалар бәрін түсіндіңдер ме есепті? Орындай аламыз ғой? Жақсы. Үшінші шамалда сен қандай орындан? Бірінші шамал, екінші, үшінші, төртінші дегенде. Ал енді қара, бірінші шамал, екінші шамал, үшінші шамалын қарай. Нешеге неше болды? Көбейтесің. Қане ойлана ғой? Жоқ, сен қалай есептеп жатсың? Бірінші қайсыны орындадың? 44-ті нешеге көбейттің? 4-ті нешеге көбейттің? Неше болды? Жақсы. Екінші шамалда не істедің? Неше? Мынау неше? 3-ті нешеге көбейттің? Неше болды? 6 болды. Ал енді осы 6-ны нешеге көбейтесің? Алтыны бірге көбейтеді екенбіз. Қане? Алтыны бірге көбейтесің. Ал шығара ғой теңдігі неше болады? 6
6-ны 1-ге көбейтесің. Қане қара. Сен неше жасындасың? Байсам